Сабақ тақырыбы тік жүруге байланысты адам қозғалуының биомеханикалық ерекшеліктері. Адам және жоғарғы сатыдағы адам тәрізді маймылдардың қаңқасы мен бұлшықеттері ұқсас болып келеді. Оларды атап өтетін болсақ, сүйектердің типтері және олардың байланысу типінің ұқсастығы, қаңқаның бірдей бөлімдері және сәйкес келетін сүйектер, сүйектің химиялық құрамының ұқсастығы, бұлшықет жасуша құрылысының ұқсастығы. Адамның приматтардан айырмашылығына тоқталсақ, адамдарда омыртқа жотасы S тәрізді пішінді 4 иілімнің болуы, екеуі алға, екеуі артқа қарай иілген. Олар мойын, кеуде, бел, 8 көз иілімдері. Мұндай форма тік жүктемені азайтады. Адамның аяқтары қолдарына қарағанда ұзындау, әрі күшті болады. Яғни бүкіл дененің салмағы аяққа түсуіне байланысты дамыды. Адамдарда бас сүйектегі шүйде сүйегі артқа қарай жылжыған. Бұл ми көлемінің артуына, жақ сүйектің кішіреюіне, олардың салмағының азаюына тәуелді. Адамдарда эволюция барысында екі үдеріс жүрді. Біріншісі ми дамыды, көлем артты. Екіншісі отта тамақ дайындау, оны өңдеу, жұмсарту секілді іс-әрекеттің болуына байланысты күшті жақ сүйекті қажетсіну төмендеді. Адамда шайнау бұлшықеттері әлсірегендіктен оларды бекітетін бас сүйектегі қыр кішірейді. Адамдарда астыңғы жақ сүйекте иек болды. Бұл анық сөйлеуге байланысты қалыптасты. Адамның арғы тегінің жақ сүйектерінің пішіні таға тәрізді болған. Адамдарда кеуде қуысы едәуір жалпақ, ал жамбас сүйектері тостақан тәрізді болды. Сондықтан оларда кеуде қуысы алға шығып тұрады, ал жамбасы жалпақ болады. Адамдарда кеуде қуысының жалпақтығы ұзын және едәуір терең болды, өйткені салмақ орталығы жылжыған және қолмен жұмыс жасау дамыған. Адамдарда табан күмбезі пайда болды. Тіпті жалпақ табандылық пайда болғанда, ондай адамдардың өзінде маймылға қарағанда табан күмбезі жоғары болды. Осындай құрылым қан тамырларын қыспай, ұзақ уақыт жүруге мүмкіндік береді. Адамдарда білектің бұлшықеттері жақсы дамыған, қолды төмен түсіріп, оны айналдыруға мүмкіндік береді. Ал маймылдар мұндай қозғалыс жасай алмайды. Адамдарда бас бармақ басқа саусақтарға 90 градус бұрышпен орналасады. Бірақ қол және саусақты қимылдату қабілеті жалпы адамға тән. Арнайы жаттықтырылған маймылға үйрету мүмкін болмады. Сонымен бірге, адамдарда мимикалық бұлшықеттер, тіл бұлшықеттері жақсы дамыған. Ал айырмашылықтар екі себепке байланысты. Ол еңбек ету және тік жүру. Енді оқу тапсырмасы берілген кестелерді толтырып шығыңыздар. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Адамда омыртқа жотасы S тәрізді, аяқтары ұзын әрі күшті, табаны күмбезді, иегі бар, бас бармақ 90 градус қарама-қарсы орналасқан, ми бөлімі жақсы дамыған, кеуде жайпақ, жамбас тостақан тәрізді. Жоғарғы сатыдағы приматтарда омыртқа жотасы доға тәрізді, аяқтары қолына жуық, табаны жалпақ, иегі жоқ, бас бармағы аз қозғалады, ми көлемі кішілеу, кеуде алға шығыңқы, жамбас жалпақ болады. Екінші тапсырма бойынша S тәрізді омыртқа денеге түсетін күшті азайтады. Табан күмбезі ұзақ жүруге мүмкіндік береді. Бас бармақтың 90 градуста орналасуы ұсақ заттарды дәл ұстауға мүмкіндік береді. Жақ сүйегіндегі иек анық сөйлеуге ықпал етеді. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.